Ұстаз ана болашақтың анасы, ұстаз ана ақыл білім панасы. Жүзіндегі пәк мейірімді көргенде, әр шәкірттің оянады санасы. Мен Саргелова Ұлбосын Әбдіхалыққызы. Тәрбиешінің ауыр жүгін арқалауды жүрегімнің қалауымен таңдадым. Мен тәрбиешілік жолындағы күнде ойымнан шығармайтын негізгі ұстанымым баланы тұлға деп тану. Оның пікірімен санасу, оның кішкентай ғана қуанышына қуана білу. Тәрбиеші киелі мамандық. Баланы тәрбиелеу, өмір сүруге үйрету өте қиын шаруа. Тәрбиеші күн сайын үлкен еңбекке, ерлікке пара-пар жұмыс жасайды. Әр күні балаларды қуанышпен қарсы алады. Балалардың қуанышты жүзін көру еріксіз көңілме қуаныш сыйлайды. Бір үйдің қызығы, бір үйдің қуаныштары. Олармен бірге жүрсем, балаша қуанамын. Ағаш түзі өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады. Ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың деп бекер айтылмаған. Балаларды ақыл-ой, эстетикалық жағынан тәрбиелеуде таңертеңгілік жаттығудың маңызы зор. Таңертеңгілік жаттығуды кубик әдісі арқылы орындадық. Таңертеңгі жаттығудың ерекшелігі балалардың дұрыс қимылдауға үйрету. Таңғы ас көңілді және күннің бастауы. Таңғы ас күні бойы күш-қуат пен жігер беріп қана қоймай, есте сақтау мен зейінді жақсартады. Еліміздің ертеңгі болашағы балаларға ұлттық тәрбие беру. Қазақ халқының басты міндеті. Ұлттық тәлім тәрбиенің басты мақсаты адамгершілікке, бауырмалдыққа, қарапайымдылыққа, туысқандылыққа баулу. Балабақша бала тұлғасының қалыптасып, білім нәрінің басты ошағы болып табылады. Бала тұлғасында ұлттық тәрбиені беруде ұйымдастырылған іс-әрекеттің маңызы зор. Ұйымдастырылған іс-әрекеттің негізі ретінде қазақ үйдің бөліктері балаларға түсіндірілді. Қызықтыру мақсатында асық ойындары ойнатылды. Сандарға қарай асықтарды сәйкестендіріп қойылды. Сергіту мақсатында оюлар бейнеленген кілемше ойыны ойнатылды. Балалардың танымдық белсенділіктерін арттыру мақсатында сандар бейнеленген текемет құрастыру ойыны ойнатылды. Мектепке дейінгі ұйымдарда, мектеп алды тобының балаларында музыкалық танымын кеңейту, машығын дамытуға жағдай жасау, музыкалық әрекеттің барлық түрлері бойынша белсенділік дамыту. Балалардың музыкалық қабілеттерін дамыту көбінесе музыка жетекшісі мен тәрбиешілермен бірлесе жұмыс жасау барысында жүзеге асады. Музыка, сазды әуен баланың күнделікті өмірде алатын орны бар. Дене тәрбиесі жалпы тәрбиенің құрамды бөлігі. Балалардың дене шынықтырумен айналысуы олардың физикалық дамуына үлкен әсер етеді. Дене жаттығулары балалардың бұлшық еттерін нығайтып, икемділігін және төзімділігін арттырады. Сонымен қатар спортпен шұғылдану балалардың жүрек қан тамырлары жүйесін нығайтады, тыныс алу функцияларын жақсартады және жалпы денсаулықты күшейтеді. Бала денсаулығын нығайтуда, ұйқысын жақсартуда және ой өрісін дамытуда серуеннің маңызы зор. Сондықтан балабақшадағы серуенге ерекше мән беремін. Күннің бірінші жартысында ұйымдастырылатын балабақша серуен кезеңінде балалармен танымдық әрекеттерге арналған бақылаулар, тіл дамытатын зерттеулер, жұмбақ, жаңылтпаш шумақтар жатталынады. Осыған қоса қимылды ойындар арқылы серуенді қызықты, көңілді ете аласыздар. Қимылды ойын барысында балаларды топқа бөлу арқылы бір-бірімен тіл табыса алуға үйретеміз. Жеке гигиенаны сақтау әдептілік қана емес, тазалықтың басты міндеті. Кезекшілікті ұйымдастыру барысында айналар сөйлесін әдісін қолдандық. Кезекшінің бейнесі бейнеленген айна қай қызға түссе, сол қыз кезекші болады. Адам ағзасының сау болуы үшін дұрыс тамақтану өте маңызды.
Ал жаңа өсіп келе жатқан мектеп жасына дейінгі балалар үшін дұрыс тамақтанудың маңызы тіптен ерекше. Баланың иммунитеті мықты, физикалық және рухани белсенді болуы үшін түскі тамақтың жас ағзаның жұмысын жақсарту мақсатында үлкен мән беру керек. Ұйқы бала денесінің дамуына маңызды рөл атқарады. Балаға ұйқының барлық жағдайын қамтамасыз ету қажет. Балалардың денсаулығын нығайту, дене бітімін жақсарту мақсатында ұйқашар жаттығуларын жасау маңызды. Қимылдық әрекеттерін жақсарту мақсатында түрлі жаттығулар жасалынады. Тұзды сумен шаю ауыз қуысының денсаулығы мен гигиенасын жақсартуда тиімді болады. Күннің екінші жартысында ойын. Бала ойын арқылы өзінің күш-жігерін жаттықтырады. Қоршаған орта мен құбылыстарды, ақиқат сырын ұғынып, еңбек дағдысына үйрене бастайды. Бұлайша айтқанда, болашақ қайраткерлердің тәрбие жолы, тәлімдік өнегесі ойыннан бастап өрбиді. Ойын үстінде бала бейне өмірінің өздігіндей қуаныш, реніш сезіміне бөленеді. Баланың толыққанды дамуына күнделікті жеке жұмыс жасаудың маңызы зор. Мектеп жасына дейінгі балалардың дұрыс сөйлеуін жақсарту мақсатында логопед жұмысы маңызды. Артикуляциялық жаттығулардың негізгі мақсаты тіл дыбыстарын дұрыс айтуға, керекті сөйлеу мүшелерінің қимыл қозғалыстарын толық жетілдіру. Әр жаттығудың өзіндік аты бар, және ол аттарын балалар